Футбол кинематографта да көрініс табады. Қазақ киносының негізін қалаушы Шәкен Айманов бір сюжетіне қайраттықтар түскен стадиондағы көрініс арқау болған өзінің атақты «Тақиялы періште» фильмін экранға шығарады. «Тақиялы періштедегі» футбол эпизоды кездейсоқ енгізілген жоқ. Шәкен Айманов футболдың жанкүйері болатын. Оны сүйікті командасы Қайраттың матчтары кезінде Алматы стадиондағы трибунадан жиі көруге болатын. Түсірілім күні Шәкен Айманов команда тренеріне айналу мүмкіндігіне ие болған еді. Ол ойыншыларға қалжыңдап: «Жігіттер, мен бүгін сендерді әбден қара терге түсірем» дейді. Шынымен де қатысушылардың айтуынша, олар жаттығу, ойын кезіндегіден де екі есе қатты шаршағанын жиі естеріне түсіреді.